Сәлеметсіздер ме? Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, переводы дегенге кіреміз. Лайк басуды ұмытпайсыздар ма? Одан кейін все переводы деген бар. Swift перевод деген бар. Ол международный перевод қой. Бірақ комиссиясы что-то ұнамай тұр, көбірек деу. Документіңізді фотоға түсіресіз. Платежный документ, өзінің документіңізді, подтверждающий документ, валютный документ, осыларды 20 мегабайттан аспау керек, хорошо дейсіз. Қысқа танысып кетейік. Надежный способ дейді, кез келген әлемге аударуға болады. Тек жұмыс уақытында жұмыс жасайды. 5 теңгеге жүрсеңіз, онда келесі рабочий күнге кетеді. Тарифтермен таныс болыңыздар. Тарифеде браузер ашылады. Заявканы заполнить етесіз информацияны. Документті фотоға түсіресіз. Барлығы латинисімен толтырылады. Егер сіз Ресейге немесе Қырғызстанға аударсаңыз, онда кириллицамен толтыруға болады. Бәрін условиямен оқисыз, смс келеді телефоныңызға. Бәрі подтверждать еткеннен кейін банк жұмыс уақытында қарап ақшаны жібереді. Егер дополнительный тағы да информация керек болса, сізге онда уведомление келеді. Дәлі басайық. Мысалы қараңыз, $100, көбіне $6 ауыспайды. Тағы да $1000. Уже $20 ауысады екен. $100 дейміз. Дәлі басайық. Мысал ретінде. Так, частное лицо, 6 шагтың бәрін толтырасыздар. Аты жөнін, счет получателя, латынша толтырыңыз. Ресей мен Қырғызстаннан басқа. Счет получателя, номер карты емес, IBAN счет білесіздер ғой. IBAN счет не екен? Біліп жүремін де бар, ол не екен? Так, по номер карты жасалмайды ол, картың алдыңғы IBAN счет болу керек ол. Не резидент, так, не резидент РК. Республика азаматы болмаса, не резидент дейсіз. Так, адрес получатель кратко жазып кетесіздер. Страна, Азербайджан, город, бәрін дәлел толтырып, инструкция бойынша жүресіздер. Айып мен ары қарай көрсетпеген себебі менде ондай өмір аударып көрмеппін. Жалпы сіздерге ары қарай оңай уже инструкция, информацияны толтырасыз, сообщение келеді, ақша түседі, уже рабочий уақытта түседі. Олардың мейрам күндеріне де мән беріңіздер.